арасына өкінем, арасында андай қиналып кеткенде андай өз-өзім жиі бастаймын. Менде балықшылық болмады ғой деген сияқты. Мен жаңағы голос сетиге қатысып жүрген кезде ойбай, голос сетиге қатысып жүрген кезде мен қиналадым. Жаңағы мына жақтан комментарий жазады, сосын жаңағы көз бар, тіл бар деген сияқты. Енді кішкентай болғаннан кейін бәрі ауыр тиеді ғой. Бірақ бір жағынан ойламайсың. Сөйтіп жаңағы дос балдарым аулада доп теуіп жүрген кезде мен ол кезде тойға шығып жүрдім деген сияқты. Бірақ ойлаймын, андай қатты өкінем емес, бірақ сол еңбектенгенім арқасында қазір Аллаға шүкір былай елордада мысалы білім алып жатырмын. Ата-анамның жаңа керек жарақтарын ешқайсынан отказ бере алмаймын. Ең бастысы мен үшін жаңа қасындағы жандар бақытты болса, аман болса, мен үшін сол сияқты. Андай бірақ мен жастық шағым өткізіп алдым деген сияқты. Арасында болды, бірақ кішкентай кезімде анама барып айтатым. Мен неге жастық шағым жоқ? Мен осы балық шағым жоқ. Мен неге өйстіп жүрмеймін? Мен осында жүретін жерімде мен неге доп теуіп жүрмеймін? Балалармен, дос балдармен деген сияқты. Көшеде ондай кезде айтқан кездерімде болды. Бірақ былай қазір келіп уже өскен кезде, жаңа 18 жасқа келіп ойланам былай. Негізі соның қайтарымы. Арасында ойлайсың енді. Жоқ, мен андай айта алмаймын де балық шақ болмады деп. Менде болды балық шақ. Мен жаңа көшеде доп тептім, біреудің үйінде де қондым, біреуді ұрдық, біреуді соқтық, бір жерден құладық, гараждан секірдік, сабақтан қаштық, бір нәрсені өртедік деген сияқты, темір тапсырдық деген сияқты ғой. Ол да болды бізде кішкентай кезімізде. Енді балық шақ болмады дегенде күнде мектептен күнде сабақ оқып, сабаққа барып, жаңа тойға шығып деген жандай ешкім ондай идеал емеспін. Мен де балам, мен де жүргім келеді, қыдырғым келеді деген сияқты. Ол жағынан енді ата-анам отказ бермеді.